Сіздермен оқушылар, бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Әдебиет сыры сабағына қош келдіңіздер. Балалар, біз әдебиет сыры сабағы барысында Мұқағали Мақатаевтың көптеген өлеңдерімен таныстық. Сол өлеңдерімен танысу барысында біз көптеген Мұқағали кім екенін, қандай ақын екенін біле отырдық. Балалар, бүгінгі Мұқағали Мақатаевтың өлеңі «Әке». Әке, сенің жасыңнан асып барам, кезі келгенде тасып талам, кезі келгенде жасып қалам, мұны өмірге бәрібір ғашық балам. Құралақан емеспін қуаныштан, қуаныштар алдымда құрақ ұшқан. Бір арыстан өмірден өткенімен, өмір сүріп келеді арыстан. Өкінбе, әке, отың бар сөнбейтұғын, ол мәңгілік жаныңда көрмейтінім, ұрпағың бар, ел менен ер намысын, тірі тұрса қолыңнан бермейтұғын. Мұқағали Мақатаев. Балалар, Мұқағали Мақатаевтың өлеңін оқу барысында біз көптеген Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерімен таныстық, сатылай кешенді талдау жасадық. Соның бірі бүгін Мұқағали Мақатаевтың өлеңінің «Әке» өлеңіне сатылай кешенді талдау жасап көреміз. Бұнда балалар, өлеңнің авторын жаз деп тұр. Өлеңнің авторын жазамыз. Өлеңнің авторы қазақтың ақиық ақыны Мұқағали Мақатаев. 1931 жылы дүниеге келген. 1976 жылы дүниеден озған. Алматы облысында Қарасаз ауылында дүниеге келген балалар. Оның Мұқағали Мақатаевтың көптеген өлеңдерін білеміз біз. Қайырлы түн өлеңін оқыдық, Айқай далам, Анау аспан, мынау бақ өлеңін, Алматы өлеңдерін, тағы басқа көптеген өлеңдермен таныспыз. Енді тақырыпта автордың айтайын деген ойы, ал тақырыпта, әке тақырыбында автордың қандай ой айтқысы келді, айтайын деген ойы. Балалар, тақырып автордың айтайын деген ойының негізгі арқауы болған әке балаға деген құрмет, баланың әке жолымен жүруі, әкеге деген ізетін білдіріп тұр. Ал жанр түріне келетін болсақ, жанр түрі поэма әлде өлең ба? Әрине, өлең балалар, өлең. Енді жанр түрі өлең дегеніміз белгілі бір мөлшермен қиыннан қиыстырып, үйлесімді ырғақпен ұйқасып келетін өрнекті сөз жүйесі. Қиыннан қиыстырып, бір-біріне ұйқасып келетін өрнекті сөз жүйесі. Өлең. Енді шумақ, тармаққа келейік балалар. Бұнда өлеңнің шумағы, тармағымен танысатын болсақ, шумақ дегеніміз не? Қазір балалар, бір минут. Шумақ дегеніміз не? Шумақ дегеніміз, балалар, шумақ дегеніміз аяқталған синтаксистік бір тұтас ойды білдіреді. Аяқталған синтаксистік бір тұтас ойды білдіреді, балалар. Бұл өлең жолдарының, яғни өлең жолдарының 4 қатары шумақ болып саналады. Мен сіздерге шумағын табайық, міне осылай, яғни өлең неше шумақтан? 3 шумақтан тұрады екен. Өлең 3 шумақтан тұрады. Келесі, тармақ. Тармақ дегеніміз, мына өлеңіміздің әр жолы. Тармақ дегеніміз, бұл өлеңнің әр жолы. Мысалы, әке сенің жасыңнан асып барам дегенмен, соңы тірі тұрса қолымнан бермейтұғын деген соңына дейінгі жолдары өлең жолдарының. Өлең жолдарын қатарынан санағанымызда, балалар, қатарынан санағанымызда 12 тармақ шығады екен. 12 тармақ шығады. Яғни тармақ дегеніміз өлеңнің әр жолы. Келесі балалар. Енді буын саны, буынақ санына келеміз, буын саны, буынақ саны. Бұл жерде буынақ дегеніміз не? Буынақ. Міне, буынақ дегеніміз балалар. Буынақ
Бунақ дегеніміз өлеңнің жолдарының белгілі бір дауыс ырғағының бөлінуі. Біз өлең оқыған кезімізде белгілі бір дауыс ырғағының бөлінуі. Мен сіздерге бөліп қойдым мында бунақ санын бөліп қойдым. Осы арқылы оқысаңыздар болады. Келесісін осылай бөлесіздер. Әке сенің жасыңнан асып барам. Әке сенің жасыңнан асып барам. Яғни неше бунақтан? 3 бун. 1, 2, 3 бунақтан тұрып тұр. Бунақ дегеніміз өлең жолдан белгілі бір дауыс ырғағының бөлінуі. Әке сенің жасыңнан асып барам. Бунақ түрі. Келесі буын дегеніміз не? Буын дегеніміз бұл біз қазақ тілден өтіп жатырмыз ғой балалар. Сөздің құрамынан дауысты дыбыстардың санына байланысты болады. Буын саны. Буын саны өлең жолының буын саны. Яғни бұнда буын саны нешеу екенін санаймыз. Мен буынға бөліп тұрмын. Әке сенің жасыңнан асып барам. Санаймыз балалар. 1, 2, неше буын саны бар екенін санап кетеміз. 11 буын саны бар екен. Мұнда буын санына 11 деп жазып қоясыздар. Енді келесі, бұның тәрбиелік мәні. Тәрбиелік мән дегенді қалай ұғасыздар? Тәрбиелік мән, яғни тәрбиелік мәні. Тәрбиелік мәнін тәрбиелік мәні. Тәрбиелік мәніне не жазамыз балалар? Тәрбиелік мәні дегеніміз әкеге құрмет, ізет. Мұнда өлеңде әке сенің жасыңнан асып барам, кезі келгенде тасып қалам. Яғни қуанамын кезі келгенде. Мұны өмірге бәрібір ғашық, өмірге деген ғашықтығы, өмірге деген құлшыныс туралы тәрбиелік мәні, және соның ұрпағының жалғастыруы, бұл келешек ұрпағының сенің кереметтігі жаңағы. Сол туралы не түсіндік біз осы өлеңнен? Не түйдік, қандай ой түйдік, соның барлығын айта кетеміз балалар. Айта кетеміз. Осы тәрбиелік мәні болып саналады. Тәрбиелік мәні болып саналады балалар. Бүгінгі әр тақырыпқа өздеріңіз өз ойларыңызды түйіп, тәрбиелік мәніне жазыңыздар.